Ағылшын тілінің 27-ші сабағы. Осы сабақта біз adverbs of degree немесе бұл үстеулерді adverbs of intensity деп атайды. Яғни бір нәрсені күшейтіп, не солғындатып көрсетуге пайдаланылатын үстеулерді өтетін боламыз. Сонымен бастадық. Degree деген сөз ағылшын тілінен аударғанда деңгей, дәреже дегенді білдіреді. Бұл үстеулерді түсіну үшін мына бір қарапайым мысалды алып көрейік. The weather was cold. Ауа райы суық болды. Яғни мысалы кеше ауа райы суық болды дейік. Қаншалықты суық болды деген сұраққа міне осы үстеулер жауап береді. Мына үстеулерді қарап көрейік. A bit, a little, slightly, rather, quite, very, too, really, extremely. A bit, a little деген синонимде сөздер. Яғни аудармасы кішкене, аздап, азғана, кішкене ғана деген деп аударылады. Ал slightly деген сәл деген сөз, rather деген біраз, quite деген әжептәуір, very өте деп аударылады, too деген тым, really деген шынымен де қатты деп аударсақ болады. Ал extremely деген өте қатты деген сөз. Енді осы жерде ауа райының қаншалықты салқын болғанын жазып көрейік. Мысалы, the weather was a bit cold. Кеше ауа райы кішкене ғана салқын болды. Қатты салқын болған жоқ, кішкене ғана, аздап. Дәл солай, the weather was a little cold. Мына a little деген сөз қолданамыз. Ауа райы аздап салқын болды. Келесі. The weather was slightly cold. Slightly деген сәл деп аударуға болады. Негізі slight деген сөзден шығады. Slight деген кішкене, сәл деген білдіретін сын есім L және Y, ли деген мына жалға қосылып үстеуге айналады. The weather was slightly cold. Ауа райы сәл салқын болды, сәл суық болды. The weather was rather cold. Rather деген біраз, яғни сәлден көп, біраз суық болды деп мына rather деген сөзді қолдансақ болады. The weather was quite cold. Ауа райы әжептәуір суық болды. The weather was very cold. Ауа райы өте суық болды. The weather was too cold. Ауа райы тым суық болды. The weather was really cold. Ауа райы шынымен суық болды. The weather was extremely cold. Ауа райы экстремалды түрде суық болды, яғни өте қатты суық болды деп мына үстеуді пайдалансақ болады. Яғни сөйлемді тек қана the weather was cold, ауа райы суық болды деп қана айтпай, орнына қаншалықты суық болғанын, аздап суық болғанын, сәл суық болғанын, әжептәуір суық болғанын айту үшін міне осындай үстеулерді пайдаланамыз. Мысалы, тағы бір мынандай қарапайым мысал алып көрейік. The coffee is hot. Мына кеседегі кофе өте ыстық деген сөйлем. Енді осыны қаншалықты ыстық екенін айту үшін осы үстеулерді пайдаланып көреміз. The coffee is quite hot. Кофе әжептәуір ыстық. The coffee is too hot to drink. Мына кеседегі кофе тым ыстық. Не істеуге? Ішуге, яғни ішу үшін ішуге, to drink, тым ыстық. The coffee is a little hot. Кофе аздап қана ыстық деп пайдаланамыз. Тағы да мысалдар жасап көрейік. You are walking too slowly. Негізі мына сөйлем, негізгі сөйлем. Сен серуендеп жатырсың. Қалай серуендеп жатырсың? Жай. Қаншалықты жай? Too slowly. Тым жай деп аударсақ болады. Яғни сен тым жай серуендеп келе жатырсың. We are not running very fast. Негізгі сөйлем мынау. Біз жүгіріп келе жатқан жоқпыз. Қалай жүгіріп келе жатқан жоқпыз? Fast, тез жүгіріп келе жатқан жоқпыз. Ал қаншалықты тез дегенде very fast деп, мына very деген сөз қолданамыз. Біз өте тез жүгіріп келе жатқан жоқпыз. John lives in Kazakh ауыл, so he speaks Kazakh quite well. Джон қазақ ауылында тұрады, сондықтан да ол қазақшаны әжептәуір жақсы сөйлейді. Егер біз quite деген сөзді қолданбай he speaks Kazakh well десек, ол қазақшаны жақсы сөйлейді деген сөйлем болатын еді. Ал quite well деп айтқан кезде қаншалықты жақсы сөйлейтінін, яғни әжептәуір жақсы сөйлейтінін айтамыз. It is a rather boring movie. I don't recommend it.
Бұл біраз зеріктіретін кино екен, мен бұны ешкімге кеңес бермеймін деген мысал. Негізі мына rather деген сөз көбінде жағымсыз сын есімдермен, яғни негативті сын есімдермен пайдаланылады. Ал егер бұл жағымды, яғни позитивті сын есімдермен пайдаланылса, онда көбінде таңқаларлық жағдай ретінде пайдаланады. Мысалы, how was the movie? Кино қалай болды? Rather good actually. Негізінде жап-жақсы екен. Мен жаман болады деп ойлап едім, негізі жап-жақсы кино екен, біраз жақсы екен, ұнады деген мағынада пайдаланамыз. The water is really hot. Су шынымен қатты ыстық, өте ыстық. Tokyo is extremely humid in midsummer. Токио қаласы жаз ортасында экстремалды түрде, яғни өте қатты ылғал. The dog was limping slightly. Негізгі сөйлем мынау, the dog was limping. Ит ақсаңдап жүр. Ал енді slightly деген сәл. Ит сәл ақсаңдап жүр деп осылай мысалдарды жасаймыз. Келесі үйренетін сөз enough деген сөз. Бұл сөздің аудармасы жеткілікті дәреже дегенді білдіреді. Мысал жасап көрейік. She is running fast enough. Ол жүгіріп жатыр. Мынау негізгі сөйлем. Қалай жүгіріп жатыр? Тез жүгіріп жатыр. She is running fast. Ал енді fast enough десек, ол жеткілікті дәрежеде тез жүгіріп жатыр деп сөйлемді жасаймыз. Негізі enough деген сөздің басқа мынау adverbs of degree'дан айырмашылығы, бұл сөз қай сөзді түрлендіріп жатса, сол сөзден кейін қойылады. Мысалы, сөйлеммен салыстырып көрейік. She is running very fast. Ол өте тез жүгіріп жатыр деген сөйлеммен салыстырып көрейік. Very деген сөз қай сөзді түрлендіріп жатса, сол сөздің алдына қойылса, enough деген сөз қай сөзді түрлендіріп жатса, сол сөзден кейін ғана қойылатын сөз. Басқада мысалдарды жасап көрейік. Is your coffee hot enough? Сенің кофең жеткілікті дәрежеде ыстық па? He didn't work hard enough. Ол мынау негізгі сөйлем. He didn't work. Ол жұмыс істемеді. Қалай жұмыс істемеді? Hard, яғни барын салып жұмыс істемеді. Ал hard enough деген жеткілікті дәрежеде барын салып жұмыс істемеді деп сөйлемді аударсақ болады. She is not experienced enough for this job. Ол осы жұмыс үшін деп аударуға болады. Осы жұмысқа жеткілікті дәрежеде тәжірибелі емес. Келесі мысалдар жасап көрейік. He didn't work hard enough to pass the exam. Ол емтиханнан өтуге жеткілікті дәрежеде барын салып жұмыс істемеді. She is not old enough to get married. Ол тұрмысқа шығуға жеткілікті дәрежеде үлкен емес. It is small enough to fit in your pocket. Бұл нәрсе сенің қалтаңа сыюға жеткілікті дәрежеде кішкентай деп сөйлемдерді жасасақ болады. Adverbs of degree, яғни қазақша айтқанда күшейткіш үстеулердің басқада неше түрі бар, солардың біразымен басқада мысалдар жасап көрейік. How was your day? Fairly good. Сенің күнің қалай болды? Жаман емес деп аударуға болады. Fairly деген біраз жақсы, яғни орташадан жоғары, орташа жақсы дегенді білдіреді. I speak French fairly well. Мен французша біраз жақсы білемін, яғни менің французшам жаман емес деп пайдалануға болады. Егер осы fairly деген сөздің орнына quite деген сөзді пайдалансақ, онда I speak French quite well. Мен французша әжептәуір жақсы сөйлеймін деген сөйлем болады. Келесі, they are completely exhausted from the trip. Олар completely деген сөз үстеу болып табылады. Олар мына жол жүрістен, мына саяхаттан шаршаңқы, толығымен шаршаңқы, яғни толығымен әлсіреп тұр, шаршап тұр деп аударсақ болады. This cake is absolutely delicious. Мынау торт тәтті деген сөйлем. Absolutely деген абсолютно, абсолютті деп аударсақ болады, яғни өте қатты, дәмді деген сөйлем болады. The restaurant was pretty good. Ресторан жақсы болды, жақсы болды. Жақсы, кеп керемет болды деп осылай pretty деген сөзді де пайдалансақ болады. Her ring was incredibly beautiful. Оның жүзігі
әдемі болды. Ал incredibly beautiful деген тіптім әдемі болды. Таң қаларлық әдемі болды. Яғни мынау үстеулердің барлығы қаншалықты деген сұраққа жауап береді. Қаншалықты дәмді болды, қаншалықты әдемі болды, қаншалықты французшаны жақсы біледі екен деген сұраққа осы fairly, quite, completely, absolutely деген сөздер жауап береді. It's awfully cold in here. Is the heater on? Мұнда awfully деген сөз қорқынышты деген сөзді білдіреді, немесе былай аударуға болады. Мұнда өте қатты суық екен, денең тітіркенетіндей суық екен, тоқ қосылу ма, яғни жылу қосылу ма деп айтуға болады. That's a totally different issue. Different issue деген басқа проблема, басқа мәселе деген сөйлем. Ал totally different деген мүлдем басқа мәселе. The sea was perfectly calm. The sea was calm деген теңіз тыныш. Ал perfectly calm деген өте тыныш, тып тыныш болды. Теңіз кеше тып тыныш болды деп аударсақ болады. Бұл үстеулердің барлығы тек қаншалықты деген ғана сұраққа жауап бермейді. Бұл үстеулер кәдімгі негізгі үстеу ретінде, яғни қалай деген сұраққа жауап беретін үстеу ретінде де пайдаланылады. Мысалы, the uniform fitted her perfectly. Униформа, яғни форма, мектептің формасы оған шап-шақ келді, яғни кереметтей шақ келді. Қалай шақ келді? Керемет шақ келді, керемет үйлесті деп аударсақ болады. Let the cookies cool slightly. Печеньелар кішкене салқындасын, кішкене суысын деген сөйлем. Яғни печеньелар суысын, қалай суысын? Кішкене сәл суысын. All of the ice had totally melted. Бүкіл мұз еріді деген сөйлем, еріп кетті. Ал totally melted деген түгелімен еріп кетті. Қалай еріп кетті? Түгелімен еріп кетті. Яғни perfectly, slightly, totally, quite, awfully, really деген сөздер мұнда қаншалықты деген сұраққа жауап беріп тұрған жоқ, қалай деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі сөйлем I quite like Turkish food. Мен түрік тамағын ұнатамын. Ал I quite like деген жақсы ұнатамын, әжептәуір ұнайды маған, жақсы ұнайды деген мағынаны білдіреді. We played awfully. Біз өте жаман ойнадық. Қалай ойнадық? Өте жаман ойнадық. Is your cousin really a movie star? Сенің бөлең, туысқаның шынымен де кино жұлдыз ба? Шынымен де кино жұлдыз ба деп, міне осындай үстеулерді кәдімгі негізгі үстеу ретінде де пайдалана береміз. Сонымен біз осы сабақта adverbs of degree, қазақша айтқанда күшейткіш үстеулер, яғни бір нәрсені күшейтіп немесе солғындатып көрсетуге пайдаланатын үстеулерді үйрендік. Олармен мысал жасап, қалай пайдаланатынын қарап көрдік.